Армысыздар, қымбатты көрермен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіп, бизнес, салық тақырыбында болмақ. Бұл тақырыбымыз кәсіпкерлерге, сонымен қатар кәсібін енді бастап жатқан жас кәсіпкерлерге өте пайдалы болмақ. Және де студиямыздың кезекті қонағымен сіздерді таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы кәсіби бухгалтері және де салық кеңесшілері палатасының мүшесі Жазира Балтабекова ханым. Жазира ханым, бүгінгі студиямызға қош келдіңіз. Жақсы, рахмет, қош көрдік, Әсем ханым. Сіздерге де рахмет, осындай пайдалы подкаст ұйымдастырып жатқандарыңызға. Бүгінгі подкаст біз үшін де, көрермен үшін де пайдалы болады деген үміттемін. Жазира ханым, әңгімемізге кіріспес бұрын жаңағы бухгалтерлік, салықтық қиын терминологияға кіріспес бұрын мен сізден сұрай кетейін. Жалпы осы салаға сіз өзіңіз қалай келдіңіз? Негізі айтады ғой, өмірде екі нәрседен қателеспеу керек деп, соның бір мамандық. Сондықтан мен осы нәрсеге мұқияттылықпен қараған болатынмын. Негізі кез келген адамда әйтеуір бір істе мықты бір қабілет болады. Сол қабілеті арқылы басқалардан ерекшеленеді, сол қабілеті арқылы басқалардан қарағанда жылдам ойлайды, жылдам шешім қабылдайды. Сондықтан адамның қабілеті қай істе мықты, сол бойынша, яғни қабілеті бойынша мамандықты жұмысты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Мен де өзімнің қабілетіме қарай осы мамандықты таңдаған болатынмын. Яғни мектеп кезінен мен осы математика, физика пәндеріне жақын болдым, олимпиадаларға көп баратынмын. Сол кезде мен болашағымда осы үлкен компанияларда есеп-қисап жағынан бір мықты специалист болатыныма, финансист немесе бухгалтер болатыныма мен сендім. Кейіннен осы мамандық бойынша бакалаврды қаржы мамандығына және магистратураны есеп және аудит мамандығына Нархус университетінде аяқтаған болатынмын. Бірақ мен жұмысты осы жалпы оқуды бітірмей жатып бастап кеткен болатынмын. Яғни жұмыс іздеу процесі кезінде менде үш таңдау болған болатын. Яғни маған бухгалтер болуға болады, финансист болуға болады, немесе экономист болуға болады. Мен бухгалтер болуды таңдадым. Неге? Себебі ең біріншіден бухгалтердің жұмысына қашанда сұраныс жоғары. Мен сол кездері жұмыс іздеп жүрген кезде жаңағыдай көп анализ жасайтынмын. Қандай специалистерге жалпы нарықта сұраныс жоғары. Сол кезде мен есімде жаңағыдай рекрутинговый агентстволардан жаңағыдай рейтингісі шығатын. Олар в основном осы HeadHunter немесе тағы да басқа жаңағыдай вакансияларды шығаратын сайттарда частный компаниялардан қандай специалистерге сұраныс жоғары, солардың рейтингісін шығаратын. Сол кезде мен есімде ең бірінші үнемі осы sales представители, то есть продажа бойынша специалистерге сұраныс жоғары болатын. Екіншіден осы бухгалтерлар тұратын. Яғни сол кезде бухгалтерлерге сұраныс жоғары болған. Қазірдің өзінде алатын болсақ, көбісінде жеке бизнес бар. Енді бизнесті ресми түрде тіркеу үшін әрине ИПТУ ашады. ИПТУ ашқаннан кейін әрі қарай ай сайын, квартал сайын, жалпы жыл сайын тапсыратын отчеттарын тапсыратын бухгалтерлар керек болады, консультация керек болады. Жалпы сұраныс жоғары, сондықтан осы мамандықты таңдаған болатынмын. Және қашықтан жұмыс жасау мүмкіндігі бар, онлайн жұмыс жасау мүмкіндігі бар, яғни ыңғайлы график жасауға болады. Және ең жақсы бір артықшылығы бұл біз бухгалтерлар жалпы қандай бизнестің бухгалтері боламыз, сол бизнестің жалпы ішкі құрылымын, схемасын көре алатын, жалпы жақсы білетін адамдармыз. Яғни ертең болашақта өзіміздің бизнесті ашатын болсақ та, бізге бұл өте үлкен плюс деп айта аламын. Менде осыдан бір 2 жыл алдын менде бір предприниматель болған болатын, өзінің бизнесі бойынша менен обучение алған болатын, яғни өзінің бизнесінің бухгалтериясын с нуля өзі жүргізгісі келді. Солай менен обучение алған болатын. Сөйтіп қарап тұрсам, ол кісінің жұмысы көп, енді предприниматель ретінде өзінің жұмысы онсыз да көп, бірақ с нуля бухгалтерияны үйренгісі келген. Мен ол кісіден сұраймын, сізде онсыз да жұмыс көп, неге сіз осы бухгалтерияны үйренгіңіз келді, оборотыңыз жақсы, табысыңыз жақсы, неге бухгалтерді жаңағыдай жұмысыңызды делегировать етіп басқа бухгалтерге бермеске деп айтсам, сөйтсем ол кісі айтады, менде бухгалтер болған, 2 жыл бір бухгалтермен жұмыс жасадым. Ол бухгалтер негізі бұл кісі де жұмыс жасаған, бұл кісінің жалпы бизнесін жақсы біледі, поставщиктерін біледі, покупательдерін біледі, қандай договор жасау керек, жаңағыдай сертификация жағы, товар бойынша барлық жұмыстарды біледі. Бұл кісі негізі кішігірім қалашықта өзінің жалпы жаңағыдай полуфабрикат, яғни жартылай фабрикаттарды магазинге өткізетін сондай бизнеспен айналысатын кісі болды. Кішігірім қалашықта сол бизнеспен тек қана өздері ғана айналысатын. Сонымен 2 жылдан кейін жаңағы бухгалтер дәл сол бизнесті, бухгалтер жұмыстан шығып, дәл сол кісінің бизнесін бухгалтер ашып алған екен.
екен. Сонымен сол кісі айтады, мен былай қарап отырсам өзіме конкурент жасап алдым. Алдағы уақытта мен бухгалтерлерге сенбеймін. Тағы да бір бухгалтер келіп, менің жұмысымды үйреніп, әрі қарай өзімен конкурент жасағым келмейді деп, осы бухгалтерияны өзім үйренуге бел будым деп менен обучение алған болатын. Жалпы былай қарап тұрсақ, біз жалпы расымен бизнестің жалпы схемасын білеміз, қалай әрбір бизнес бойынша, енді мен өзім аутсорсингте жұмыс жасағандықтан неше түрлі бизнеспен жұмыс жасадым. Ертең алдағы уақытта мысалы біз өзіміздің бизнесімізді ашатын болсақ та, бізге бұл өте үлкен плюс, өте үлкен тәжірибе. Сондықтан енді бухгалтер жұмысының жалпы артықшылықтарын айта беретін болсам өте көп. Осындай бір себептермен мен алғаш жұмысымды 2018 жылы осы сфераға келіп жұмысымды бастадым. Одан кейін үлкен аутсорсингтік компанияға, консалтингтік компанияда жұмыс жасадым, 50-ден астам компаниялармен. Осылай жалпы осы сфераға келіп тұрақтанған жайым бар. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, біз бизнестің ішкі жаңағы сырларын білеміз деп. Өзіңізде бизнес ашу ойыңызда жоқ па? Қазіргі таңда сіз енді қызмет көрсетіп жүрсіз әртүрлі компанияларға. Негізі болашақта бар. Қазір дәл сол сферада өзім бухгалтериясын жүргізіп жүрмін деп те айта аламын. Қазір енді нақты қандай бизнес қазір айта алмаймын, бірақ қазір өзіме тәжірибе жинап жүрмін деп айта аламын. Алдағы уақытта енді бірнеше жылдан кейін, мүмкін 5, мүмкін 6 жылдан кейін сол бизнесті жасау менің ойымда бар. Біз үнемі көріп отырамыз, жаңағы компаниялардың есеп қисабын жүргізетін бухгалтерлердің мойнында ауыр жүк өте көп, иә. Соның ішінде қыз балаларға артылатын жүк қандай жалпы? Енді салмағын айта кетсеңіз осы мамандықтың. Негізі жалпы бухгалтердің жұмысы, енді бас бухгалтерге келетін болсақ, бас бухгалтердің жұмысы енді өте жауапты, жан-жақты жауапты адам. 8 сағаттан көп жұмыс жасауға тура келеді, соған дайын болу керек. Және бухгалтер енді жан-жақты жауап беретін адам, ең біріншіден әрине өзінің жұмысы үшін, екіншіден көмекші бухгалтерлар болатын болса, солардың жұмысы үшін жауап береді. Яғни, мысалы, көмекші бухгалтерлар өздеріне берілген жұмысты ғана жасайды, ал бас бухгалтерлар олардың жұмыстарын, сонымен қатар олар алдағы уақытта мысалы қателіктер жіберетін болса, сол қателіктерге де жауап беретін адам. Және бухгалтер тек қана жұмысты жасап қоймай, кейде осындай обучение жұмыстармен де айналысуға тура келеді. Менің өзімнің басымнан өткен Астанада осындай енді көмекші бухгалтерларым болды. Оларға енді бағыт бағдар беруден бөлек, мен осы демалыс күндері жұмысқа шығып, осы жылды жабатын кезде, отчеттар тапсыратын кезде соларға кішігірім обучение өтетімін. Яғни жұмыстан бөлек, яғни преподавательский қызметте бұл жерде қосылып тұр да. Сонымен қатар директордың алдында жауаптымыз келген кеткен ақшаға. Мысалы, олар енді заңды түсіне бермейді, бухгалтерияны түсіне бермейді. Сондықтан әрбір келген кеткен ақшаға заң жағынан жауап беріп, солардың алдында да жауапты боламыз. Сонымен қатар салық органдарының алдында жауаптымыз, қандай да бір нарушение болатын болса, жоғарыдан тексерістер келетін болса, оған да жауаптымыз. Әрине, жұмыс жан-жақтан жауапкершілік бар. Енді қыз балдарға ауыр деп айта алмаймын. Қайта бізге бұл әйел адамдарға өте жақсы сфера, жақсы жұмыс деп айта аламын. Қайта бізге карьераны жасау керек. Ал енді отбасылы кісілерге, яғни отбасылы әйел адамдарға жанұясы бар, тұрмыс құрған, енді оларға эмоционалды тұрғыда ауыр деп ойлаймын. Себебі енді отбасындағы жауапкершілік бар, жұмыстағы жауапкершілік бар, енді балансты ұстау енді кішкене қиын болуы мүмкін. Ал енді тұрмыс құрмаған қыз балдарға қайта карьераны жасап алуға қажет деп ойлаймын. Амбиция бар кезде, мотивация, жаңағыдай жас кезде енді миы жақсы қабылдайды ғой ақпараттарды. Ал бухгалтерияда күнде жаңалық, сол ақпараттардың барлығын жақсы қабылдап тұрған кезде қайта карьераны жасап алу керек деп ойлаймын. Көп, мен жақында мынадай ақпарат оқып қалдым. Көп компанияларда жаңағы қаржысы азайып минусқа кетіп жатады. Сол кезде мысалға кейбіреулерінде сұраныс бухгалтерден болуы мүмкін деген сияқты да. Жалпы енді компаниядағы қаражаттың үнемі өсіп отыруы, ол дамып отыруы, ол қаржылық директорге байланысты ғой, осы ретте біз ажыратып алуымыз керек. Бухгалтер бөлек ол, және де қаржылық директоры, қаржылық басшы ол бөлек деген сияқты. Сол жайында айырмашылығын айтып кетсеңіз. Дұрыс айтасыз, негізі финансист пен бухгалтердің жұмысының айырмашылығы бар. Финансист негізі компанияға жалпы шығыннан бастап табысқа алып келетін адам, яғни қаншама шығын кетеді, қалай біз табысқа шығамыз, алдағы уақытта, болашақта біз қалай бюджетті жоспарлаймыз, сол жұмыстармен айналысатын адам. Ал бухгалтер жалпы күнделікті операциялардың дұрыстығын, заңды түрде дұрыстығын, күнделікті операцияларды документально тіркеп отыратын адам. Яғни бухгалтериядан ақпараттар жиналып келіп, жалпы финотчетность жасалынады ғой, бір сөзбен айтқан кезде финансист әрі қарай сол осы жылдың қорытындысына қарай
алдағы уақытқа жоспарлайды былайша айтқан кезде. Екеуі екі бөлек. Түсінікті. Жалпы осы жылы блогерлерге қатысты заң шықты деп естіп жатырмыз. Бұл заң тек қана блогерлерге ғана қатысты ма, немесе жаңағы онлайн платформада жұмыс істейтін жалпы барлық кәсіпкерлерге қатысты ма? Осы заң нақты қашан күшіне енеді, жалпы бұл жерде сұраныс қандай болады? Сол жайында айтып кетсеңіз. Негізі өте актуалды сұрақтардың бірін қойып отырсыз. Осы жаңалық шыққалы бері интернетте, жалпы инстаграмда маған да көп сұрақ қойылған болатын. Негізі бұл заң бізде 9 сентябрь 2023 жылы енгізілген болатын. Өз күшіне енді, уже күшіне енді. Бұл заңды енгізудегі негізгі мақсат осы жалған ақпараттардың таралмауын қамтамасыз ету, ең біріншіден мемлекет тарапынан. Себебі қазір мысалы қаржылық пирамидалар жайлы рекламалар көп. Сонымен қатар жаңағыдай блогерлар жалпы рекламаны зерттемей, жалған ақпараттарды, жалған курстарды мысалы рекламалап жасап жатыр. Яғни былайша айтқан кезде осындай жалған ақпараттардың таралмауын қамтамасыз ету бірінші. Екіншіден, осы мысалы статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, қазіргі таңда 600 мыңнан астам блогерлар Қазақстанда тіркелген. Енді олардың барлығы бизнесін заңдастырып, яғни заңды түрде табыс тауып жатыр деп айта алмаймыз. Сол нәрсені реттеу үшін, яғни блогер деген арнайы кәсіп ретінде енгізу үшін осы заңда нақты блогер кім, реклама беруші кім, спонсор, осы ақпараттарға, жалпы осы терминдерге осы заңда нақты жазылған. Яғни былай қарап тұрсақ, блогерлардың табысы негізі заңға сүйенетін болсақ, егер жеке тұлғаның табысы 12 МЗП-дан, яғни 800-900 мың теңгеден жоғары болатын болса, онда жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі керек. Ал блогерлардың табысы одан жоғары, бірақ ИП ретінде тіркелмей, ТО ретінде тіркелмей жұмыс істеп жүргендер қаншама. Осыны реттеу мақсатында, яғни табысты заңдастыру мақсатында, осы блогерлардың жұмысын реттестіру мақсатында осы заң енгізілген болатын. Яғни енді кез келген нәрсені реттеу үшін арнайы заң болу керек қой, бекітілген сол заңның сол пунктіне сүйене отырып шараларды қолданады. Сондықтан осы заң енгізілген болатын. Енді менің кеңесім, ол жерде ол заңда негізі көп ақпараттар айтылған. Жалпы блогерлік жұмыс жайлы, маркетингтік қызметтер, рекламалық қызметтер жайлы. Енді мен өзім сіздерге, жалпы баршамызға айтатын кеңесім, ол ең біріншіден осы жалған ақпарат таратудан сақтануымыз қажет. Неге? Себебі заңда осы 9 сентябрь бізде осы заң енгізілді. Одан кейін бізде бұл заңның әсерінен бізде административный кодекс, яғни Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде жаңа статьялар пайда болды. Қандай статьялар? Егер жалпы интернет қолданушылары, әлеуметтік желіні қолданушылар жалған ақпарат тарататын болса, олар штраф төлейді. Қанша теңге көлемінде? Бұл бізде административный кодекстің 456-2 статьясында жазылған, қателеспесем. Сол жерде мысалы егер қарапайым жеке тұлға болатын болсақ, яғни блогер емеспіз, ИП-мыз, ТО-мыз жоқ, 40 МРП, бұл дегеніміз 138 мыңдай теңге. Ешқандай предупреждение болмайды, яғни ескерту болмайды. Егер жалған ақпарат тарататын болсаңыз, абайлаңыздар. Жалған ақпарат тарататын болсаңыз, осындай айыппұл қарастырылған. Және тағы да штраф, ол егер блогер болатын болсаңыз, ол блогер ИП немесе ТО ретінде тіркелген болса, бізде ол бірінші 30 МРП штраф, яғни жеке тұлғаларға, кешіресіздер, кішкене шатасып жатырмын. Бірінші жеке тұлғаларға 30 МРП, одан кейін жаңағы блогерларға, яғни ИП-сы бар блогерларға, оларға 40 МРП. Одан кейін егер блогер ИП-сы, ТО-сы бар, бірақ орта бизнесте болатын болса 80 МРП, крупный бизнес болатын болса 100 МРП. Штраф көлемі үлкен. Және жалған ақпаратты таратуды екінші рет қайталайтын болса, штраф 2 есе ұлғаяды. Сонымен қатар 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Осындай ақпараттар бар. Административный кодексте бұл жазылған. Сондықтан бірінші очередь менің кеңесім жалған ақпарат таратудан негізі сақтануымыз қажет. Және екіншіден кеңесім негізі бизнесті заңды түрде тіркеу керек. Блогерлар мысалы. Тек блогерлар емес, жалпы осы онлайн платформалар арқылы табыс тауып жүрген барлық кәсіпкерлерге кеңесім, егер табысыңыз, осы кәсіпкер ретінде тауып отырған табысыңыз осы 12 МЗП-дан асатын болса, яғни бұл 800-900 миллионнан асатын болса, онда жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Бұл жерде енді көбісі қорқады, жеке кәсіпкер ретінде тіркелетін болса, салық көп төлейміз, проблема көп болады деген сияқты. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, мысалы, упрощенный режимді таңдап, қолайлы салық режимін таңдап,
жаңағыдай аз процентте салықты төлеуге болады. Және мысалы жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін өзіне төлейтін, яғни бізде ОПВ, социальное отчисление, ОСМС деген нәрселер бар. Бұл енді жеке кәсіпкердің өзінің жалпы болашақта өзіне ғой, пайдалы ғой. Мысалы пенсионный фондқа төлейтін, медицинский фондқа төлейтін өзіне кетеді. Сондықтан бұл жерде қатты қорқудың қажеті жоқ. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, табысын заңдастырып, барлығын заңды түрде жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті, өте түсінікті айттыңыз, Жазира ханым. Жалпы осы жылы біздегі барлық мемлекеттік қызметкерлер, оның ішінде мектеп мұғалімдері, дәрігерлер және де балабақша қызметкерлері декларация тапсырған болатын. Жалпы осы декларация алдағы жылы ИПСі бар, ТОСы бар кәсіпкерлер тапсырады деп жатыр. Және де алдағы уақытта кәмелетке толған барлық азаматтар мен азаматшалар тапсырады деп жатыр. Сол жайында айта кетсеңіз. Негізі бұл қазіргі таңда өте актуалды тақырыптардың бірі. Қазір Инстаграмда осы тақырыптар өте көп. Осы туралы да ақпарат бере кетейін. Негізі жалпыға бірдей декларациялау бұл негізі көптеген дамыған мемлекеттерде бар. Қазақстанда енді енгізіліп жатыр. Енді болғанда 2021 жылдан бастап енгізілді. Қазір қолға алып жатыр. Бірақ мемлекет бұл нәрсені бірден енгізген жоқ. Яғни заңды шығарып жатқан жоғарыдағылар өздерінен бастап жатыр. 2021 жылы осы мемлекеттік қызметкерлер осы декларацияны тапсырған болатын, декларациялауға кірген болатын. Және 2023 жылдан бастап өзіңіз айтқандай, жаңағы ауруханада, мектепте жұмыс жасайтын, мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайтын қызметкерлер осы декларацияға кірді. 2024 жылдан бастап сіз бен біз осы декларациялауға кіреміз. Яғни ИПТУ иелері, құрылтайшылары, олардың жұбайлары осы 2024 жылдан бастап декларациялауға кіреді. Негізі бұл декларацияның негізгі мақсаты қандай? Көлеңкелі экономиканы жою, сонымен қатар жаңағыдай жемқорлыққа жол бермеу және жаңағыдай табысын көрсетпейтін, яғни заңсыз табыс тауып жатқандарға, яғни табысын заңдастыру мақсатында осы декларацияны енгізген болатын. Яғни біз жалпы кәсіпкерлік мақсатта тауып жатқан болсақ, табысымызды оның барлығын негізі көрсету керекпіз. ИП ашып, ТО ашып деген сияқты. Осы нәрселерді реттеу мақсатында енгізген болатын. Енді қалай дайындалу керекпіз? Бұл декларацияға қалай дайындалу керекпіз? Мысалы, келесі 2024 жылдан бастап сізде мысалы ИП ТО-ңыз бар, менде де бар. Біз 2024 жылдан бастап осы декларацияны тапсырамыз. Қалай дайындалу керекпіз? Негізі дайындалуымыз керек. Оған қалай дайындаламыз? Ең біріншіден жалпы бұл енді жеке тұлғаның тапсыратын отчеты болғандықтан, мысалы, сізде ИП бар, ТО бар, ИП бар. ТО бар, Сіз ТО ретінде қандай режимде? Упрощенный режим. Мысалы, сіз ТО ретінде упрощенный режимде 910 формаңызды тапсырып жүрсіз, табысыңызды көрсетіп жүрсіз, осы кәсіпкерліктен тауып жатқан. Енді декларациялауға кірген кезде сіз 2024 жылы 250 форманы тапсырасыз. Ол әр жеке тұлғаның өмірінде бір рет тапсыратын отчеты. Алғаш кірген кезде біз 250 форманы тапсырамыз. Одан кейін жыл сайын әрі қарай 270 форманы тапсырамыз. Енді бұл қазір сіз енді 250 форма, ол 250-270 форма, бұл енді жеке тұлға ретінде тапсырасыз. Мысалы, сіз ТО-ның отчеттарын ТО үшін тапсырып жүрсіз 910 форманы. Енді сіз өзіңіз жалпы жеке тұлға ретінде осы отчетты тапсырасыз. Жеке тұлға ретінде өзіңіздің барлық мүлкіңізді, активтеріңізді осы отчетта көрсетесіз. Жеке тұлға ретінде счетыңызға түскен ақша, жалпы осы ақпараттарды осы отчетта көрсетесіз. Яғни, бұған қалай дайындалу керекпіз? Біз 2024 жылы осы 250 форманы тапсырамыз. Қандай период бойынша? Осы 31-12-2023, яғни 2023 жылғы периодтағы ақпараттарды біз 2024 жылы 250 формада көрсетеміз. Ол жерде 250 формада біз негізі в основном шетелдегі активтерді, мүліктерді көрсетеміз, бірақ арасында осы Қазақстандағы кейбір актив түрлері де қарастырылған. Менің кеңесім жалпы кез келген осы декларацияға кіретін жеке тұлға осы бір жыл ішіндегі өзінің барлық активтеріне ревизия жасау керек деп ойлаймын. Мысалы, сіздің атыңызда шетелде қандай да бір мүлік болуы мүмкін, машина болуы мүмкін, мүлік жоқ деп па? Үй болуы мүмкін. Енді жалпы көбінесе осы шетелдегі ақпараттар қарастырылған, сондықтан жалпы ревизия жасап шығу керек деп ойлаймын. Сізде қолыңызда жалпы біз ол 250 формада қолма-қол ақшаны көрсетеміз, сіздің 10 000 МРП-ге дейін қолма-қол ақшаңыз қанша, соны көрсетесіз.
шетелде активтеріңіз болатын болса соны көрсетесіз. Қазақстандағы мысалы үйіңізді, машинаңызды сіз көрсетпейсіз, себебі енді қазақстандағы ақпараттар ол егофта бар, салық органдары оны базадан көре алады. Бірақ Қазақстанда қандай ақпараттарды көрсетеміз, Қазақстанда қандай активтеріңіз көрсетесіз. Егер сізде мысалы акция, облигация болатын болса, немесе инвестициялық алтын сатып алған болсаңыз, сіз ол туралы ақпараттарды көрсету керексіз. Одан бөлек мысалы жаңағыдай қандай да бір строительствода өзіңіздің долевой участиеңіз болатын болса, ол туралы ақпараттарды біз осы 250 формада көрсетеміз. Және бізде дебиторская, кредиторская задолженность деген нәрсе бар. Яғни сіз қандай да бір заңды тұлғаға немесе жеке тұлғаға қарыз болатын болсаңыз, ортада жаңағыдай нотариальная расписка болатын болса, сол туралы ақпараттарды біз көрсету керекпіз. Жалпы менің кеңесім 250 формада активтерді жалпы өзіңіздің атыңызда не бар, барлығын еш қорықпастан көрсете беру керек. Қайта бұл өзімізге страховка. Атымызда не бар, барлығын көрсету керекпіз. Неге? Себебі ертең алдағы уақытта одан кейін біз 270 форманы тапсырған кезде, мысалы біз сол активтерімізді алып сатқан кезде табыс көреміз. Ол табыс қайдан келді? Сондай расхождение болуы мүмкін. Сіз мысалы 250 формада өзіңіздің активіңізді көрсетпейсіз, мысалы шетелдегі немесе Қазақстанда осы акция облигацияларыңызды көрсетпейсіз, но одан кейін келесі жылдары сіз оны сатып табыс табатындықтан ол табыстың қайдан келгені жайлы ақпараттарды сіз дәлелдей алмауыңыз мүмкін. Сондықтан осы алғаш декларацияға кірген кезде барлығын шынайы түрде көрсету керек, қорықпау керек. Ол мысалы үлкен суммадағы активтеріңіз, оны қайдан сатып алдыңыз, қай ақшаға алдыңыз, налоговый оған камеральный контроль жүргізбейді. Шынайы ақпараттардың барлығын осы бірінші 250 формада бүкіл активтерімізді көрсету керекпіз. Сосын тағы бір өте маңызды нәрсе қазіргі таңда көбісі мысалы жаңағыдай өзінің кәсіпкерлік мақсатта алып отырған ақшасын жаңағыдай Каспи Пейге, QR-мен, терминалмен емес, өзінің жеке Каспи Голдына қабылдап жатыр. Негізі барлығы қазір жасап жатыр ғой ол нәрсені. Осы нәрсені тоқтату керек. Неге? Себебі яғни табысыңызды бұл дегеніміз бұл табысты жасыру ғой. Былайша айтқан кезде кәсіпкерлік мақсатта түсіп жатқан ақшаны сіз жеке счетыңызға қабылдап жатырсыз, қандай да бір сумманы жасырып отырсыз, оны сіз отчетта көрсетпейсіз деген сияқты. Бұл нәрсені негізі толығымен қою керек. Неге? Себебі жалпы бізде осы қателеспесем 30 март 2022 жылы бізде Министерство финансов приказ шығарған болатын. Қандай приказ? Екінші деңгейлі банктер жалпы осы жеке кәсіпкерлік мақсатта ақша алған белгілері бар осындай жеке тұлғаның счеттарын жайлы ақпараттарды салық органдарына жеткізеді. Қандай жағдайда жеткізеді? Сол туралы приказ шыққан болатын. Яғни қазіргі таңда мысалы екінші деңгейлі банктер, мысалы Каспиді алатын болсақ, біздің жеке счетымыздағы ақпараттарды налоговыйға, яғни салық органдарына жеткізбейді. Бірақ осы приказда қандай жағдайда жеткізеді, сол туралы ақпараттар айтылған. Мысалы ол приказда нақты жазылған. Әр жыл сайын, мысалы бір жыл біткеннен кейін, осы 2023 жыл біткеннен кейін 15 қаңтар 2024 жылға дейін салық органдары белгілі бір жеке тұлғалар бойынша ақпараттарды жаңағыдай банктерге запрос жібереді. Осы жеке тұлғалар бойынша бізге осы жеке тұлғалардың жеке счеттары бойынша бізге ақпараттар қажет деп запрос жібереді. Қандай жеке тұлғалар бойынша ақпараттарды сұратады? Енді осы жерде сұрақ. Мысалы 2023 жыл бітті, 15 қаңтар 2024 жылға дейін қандай жеке тұлғалар бойынша ақпараттарды сұратады салық органдары? Бірінші очередь ол бізде мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайтын, мемлекеттік жаңағыдай жауапты мемлекеттік органда жұмыс жасайтын қызметкерлер, олардың жұбайлары, және екіншіден осы жалпыға бірдей декларациялауға кірген жеке тұлғалар туралы ақпараттарды салық органдары сұратады. Жалпыға бірдей декларациялауға бізде осы жыл мысалы ауруханада, мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайтын барлық қызметкерлер, мысалы мектепте жұмыс жасайтын қызметкерлер, олардың жұбайлары кірді. Осы жеке тұлғалар бойынша ақпараттарға запрос жібереді банктерге, солардың жеке счеттары бойынша. Сонымен қатар 2024 жылы біз осы ИПТУ иелері, сонымен қатар құрылтайшылар, жұбайларымыз кіреді. Сол туралы ақпараттарға банкке запрос жібереді салық органдары. Енді банктер бүкіл информацияны, яғни былайша айтқан кезде сортировка жасап, қандай адамдардың жалпы қай жеке тұлғалардың счеттары бойынша ақпараттарды салық органдарына қайтадан жібереді. Ол бізде осы мысалы
менің жеке счетыма салық органдары запрос жіберді, себебі мен жеке жалпыға бірдей декларациялауға кірдім. Иә. Енді банк қандай ақпараттарды жеткізеді? Егер менде мысалы қатарынан 3 ай бойы, мысалы октябрь, ноябрь, декабрь қатарынан 3 ай бойы менде 100 түрлі адамнан мен оплата қабылдайтын болсам, өзімнің жеке счетыма, Каспи Голдыма, например, бұл кәсіпкерлік белгісі бар деген күмәнді әрекет, Иә. былай қарап тұрсақ. Яғни өзімнің Каспи Пейім бола тұра мен Каспи Голдыма қабылдап жатырмын. Кәсіпкерлік белгісі бар деген күмәнді әрекет болғандықтан менің жеке счетымдағы ақпараттарды салық органдарына банк жібереді. Сондықтан кім жалпыға бірдей декларациялауға кіреді, немесе мемлекеттік мекеме қызметкерлері, жалпы мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтын қызметкерлер, олардың жұбайлары жеке счетына, яғни Каспи Голдқа немесе басқа да банктердегі жеке счетына кәсіпкерлік мақсатта ақша алмау керек. Енді бұдан былай, себебі біз салық органдары бұл туралы барлық физлицоның данныйлары бойынша кім осы категорияларға кіреді, барлық физлицоның данныйлары бойынша банкке запрос жібереді, банк сортировка жасайды, кімде кәсіпкерлік белгілері бар, яғни 100 түрлі 3 ай бойы қатарынан 100 түрлі адамнан оплата қабылдады, сол туралы ақпараттарды салық органдарына жеткізеді. Одан кейін салық органдары мысалы ақпаратты алғаннан кейін сол жеке тұлғаны жаңағыдай салық басқармасына шақыртуы мүмкін. Жеке осы 2023 жылғы мысалы выпискаңызды алып келіңіз деп шақыртуы мүмкін. Сол кезде жеке тұлға әрбір пополнениеға анықтама береді. Мына пополнение менің мысалы туысқанымнан келді. Бұл кісі жаңағыдай әртүрлі пополнение бойынша анықтамалар береді. Егер арасында жаңағыдай шынымен кәсіпкерлік мақсатта алған табыстары бар болатын болса, сол табыстан 10% салық төлеуге тура келеді. Яғни былайша қарап тұрсақ, 2023 жылы кәсіпкерлік мақсатта ол табысты көрсеткен жоқ, 3% салық төлеуден қашты, бірақ есесіне осылай жеке тұлғаның счетына қабылдаған үшін жеке тұлғаның табысы ретінде 10% салық төлеп отыр. Сондықтан менің кеңесім, жалпы бүкіл жеке тұлғалар осы жалпыға бірдей декларациялауға кіретін бүкіл активтеріне ревизия жасау керек, заңдастыру керек, табыстарын заңдастыру керек, және жеке счетына кәсіпкерлік мақсатта ақша алуды қою керек. Менің кеңесім осы. Барлығы шынайы болу керек, иә? Барлығы шынайы болу керек. Енді кәсібін жаңадан бастап жатқан жас кәсіпкерлер, олар енді бастап жатыр. Оларға жалпы салықты көп төлемеудің жолы қандай жалпы? Сондай жолдары бар ма? Сол жайында айта кетсеңіз. Салықты көп төлемеудің жолдары, заңды жолдарын айтайын мен. Әрине қазіргі таңда енді барлығы контроль бар, сондықтан заңды жолдарын айтамын. Заңды жолдары әрине заңда көрсетілген жеңілдіктерді қарастыру. Заңда қандай жеңілдіктер қарастырылған? Бізде жалпы Қазақстанда 8 салық режимі бар. Оның 7-еуі арнайы салық режимі, яғни әртүрлі кәсіпке, жаңағыдай бизнестің оборотына байланысты әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған. Сол 7 түрлі салық режимін қолдану керек. Мысалы, бұл енді кәсіпкердің бизнесіне байланысты. Енді жаңадан кәсіп ашқан болса, мысалы, әлі жұмысшылары болмайтын болса, жалғыз өзі жұмыс жасайтын болса, табысы 12 миллионнан аспайтын болса, мысалы жылына, жалғыз өзі жұмыс жасайтын болса, және бізде арнайы 32 кәсіп түрі бар. Мысалы, услуги в области фотографии, либо жаңағыдай такси қызметтері, немесе жаңағыдай парикмахерские услуги деген сияқты осындай қызметтермен айналысатын болса, маникюр, педикюр деген сияқты осындай қызмет түрлерімен айналысатын болса, онда патент режимін қолдану арқылы жылына өзінің табысынан, жалпы обороттан 1 ғана процент салық төлеуге болады. 1 ғана процент. Сонымен қатар тағы да бір режим бар бізде, упрощенный режим, өзіңіз қолданып жүрген режим мысалы. Бұл режимде оборот, егер кәсіпкердің обороты, яғни айналымы жарты жылда 24,38 МРП, яғни 82 миллионнан аспайтын болса, осы режимді қолдануға болады. Және бізде бұл режимді қолдана алмайтын арнайы список бар. Енді в основном ол бізде жаңағыдай аудиторские, консалтинговые услуги, сонымен қатар жаңағыдай акциз өнімдерін сататындар, соларға ғана рұқсат етілмейді. Қалған бизнес түрлерінің барлығы осы упрощенный режимді пайдаланады. Негізі қазір практикада көбінесе осы упрощенный режим көбісіне ыңғайлы, осыны пайдаланады. Жаңадан ашылған кәсіпкерлердің көбісі осы упрощенный режимді пайдалану арқылы мысалы жарты жылда бір рет 3% салық төлеуге болады. Жылына 6%. Енді 3% деп отырғанымыз оның 1,5% индивидуальный подоходный налог, 1,5% социальный налог. Социальный налогты тағы да еще азайтуға болады. Ал индивидуальный подоходный налогты азайтуға болады, егерде жұмысшыларыңыз бар болса, жұмысшыларыңыздың зарплатасын 100 мыңнан жоғары беретін болсаңыз, сізде той ғой енді. Ол кезде әрбір жұмысшыға сіз 1,5%-тік
корректировка қолдана аласыз. Яғни сізде мысалы 5 жұмысшы болатын болса, әрқайсысына 1,5% корректировкадан сіз салығыңызды тағы да азайта аласыз. Осындай мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Көптеген мүмкіндіктер бар. Мысалы, крестьянское фермерское хозяйство, ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкер болатын болса, мысалы, СНР для крестьянских фермерских хозяйств деген режимді пайдаланса болады. Ол режимде мысалы жалпы табыстан 0,5% салық төлейді. Сондай да түрлері бар. Иә, ондай да түрлері бар. 0,5% единый земельный налог деген нәрсе бар. Және за водопользование, енді суды пайдаланады ғой енді ауыл шаруашылығы болғандықтан. Сонымен қатар бізде крестьянский фермерский хозяйство в основном осы бізде жаңағыдай транспортный налог, бізде осы налогтардан босатылады. Көптеген жеңілдіктер қарастырылған, сондықтан енді жаңадан бастаған кәсіпкер анализ жасау керек. Ол кісіде қандай кәсіп, ОК-ді анықтау керек. ОК-ді қандай кәсіп, ОК-іне байланысты қандай режимді таңдауға болады деген сияқты толығымен анализ жасау керек. Анализ жасай отырып, қолайлы салық режимін таңдай отырып, салығын аз төлеуге болады. Сонымен қатар бізде мынандай нәрсе бар, мысалы, образовательные услуги, немесе жаңағыдай медицина саласындағы қызметтер, егер оларда лицензия болатын болса, бұл бізде социальный сфера болғандықтан, олар салықтан толығымен босатылады. НДС-тен босатылады, КПН, ИПН, солармен жалпы толығымен босатылады. Осындай мүмкіндіктерді негізі пайдалануға болады. Әрине, арнайы салық мамандарынан, бухгалтерлерден кеңес ала отырып, салықты жалпы заңды түрде осылай оңтайландыруға болады. Жазира ханым, жалпы Қазақстанда кәсіпкерлерге салық үлкен дегенмен сіз келісесіз бе? Жалпы шетелмен салыстыра айтсақ кетсеңіз, біздің елде жеңілдіктер көп пе? Негізі Қазақстанда салық ставкасы шетелдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, рейтингпен салыстыратын болсақ, Қазақстанда төмен. Мен енді екі бағытты айтайын. Мысалы, бізде салықты кімдер төлейді? Жеке тұлға өзінің мысалы зарплатасынан 10% ИПН төлейді. Және заңды тұлғалар, енді заңды тұлғалардың салығы ол режимге байланысты. Мысалы, ИП тұлғалардың салығы өзінің таңдаған режиміне байланысты 1%-тен 20%-ке дейінгі аралықта. Бұл енді ИП немесе ТО екеніне байланысты, таңдаған режиміне байланысты. Жалпылама есептегенде 1 мен 20% аралығында. Ал шетелдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, енді жеке тұлғаныкін айта кетейін, бізде 10% қазір жалдамалы жұмыс жасап жүрген жалпы барлық жұмысшылар өзінің зарплатасынан 10% ИПН төлейді. Ал шетелдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, бұл ең төменгі жалпы әлемде ең төменгі ставкалардың қатарында, Қазақстандағы ставка ең төменгі ставкалардың қатарында. Одан кейін мысалы бірнеше список бар. Ең жоғарғы ставка бізде осы 19-20%-ке жетеді. Жеке тұлғаларға салынатын салық, яғни өздерінің зарплатасынан 19-20% салық төлейді. Ол бізде Черногория, Словакия, Венгрия деген мемлекеттерде. Қазақстанда төмен. Ал заңды тұлғалардың салығына келетін болсақ, бізде заңды тұлғалар 20% енді максимальный қазіргі таңда. Ал шетелдік тәжірибемен салыстыратын болсақ, жаңағыдай Канада, Гонконг мемлекеттерінде 50%-ке дейін жетеді. Сонымен қатар мысалы ақш-та алатын болсақ, оларда прогрессивная ставка. Яғни кәсіпкердің жалпы ИП-ТО деп біз аламыз ғой, олардың табысы обороты неғұрлым үлкен болған сайын, олар соғұрлым үлкен салық төлейді. Бізде мысалы қазір алатын болсақ, сізде упрощенный режимде сіз ТО, сізде мысалы 70 миллион оборот болса, сіз 3% салық төлейсіз. Сәйкесінше мысалы менде ТО бар, менде мысалы 1 миллион оборот болса да, мен 3% төлеймін. Яғни бізде оборот бойынша айырмашылық жоқ. Қандай табыс болса да, барлығымыз режимге байланысты бір ставканы төлейміз. Ал мысалы Америкада ондай қарастырылмаған прогрессивный ставка. Сондықтан бұл Қазақстанда қайта шетелдік тәжірибемен салыстыратын болса, Қазақстанда негізі салық ставкасы төмен. Және тиімділігі бойынша айта кететін болсам, салық жүйесінің тиімділігі бойынша. Енді осы ТМД елдермен, өзіміздің көрші Ресей мемлекетімен, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерімен салыстыратын болсақ, мысалы, бізде Қазақстанда салық жүйесі өте тиімді деп айта аламын. Оларда мысалы біздікі секілді бір 7 түрлі салық режимі, арнайы салық режимдері, жеңілдіктер қарастырылған режимдер оларда жоқ. Бар, бірақ біздікінде емес. Яғни бір 3-4 біздікінде 7 салық режимі жоқ, әртүрлі жеңілдіктер ондай қарастырылмаған. Бізде сонымен қатар жаңағыдай әртүрлі бизнеске арналған жеңілдіктер бар, НДС-тен босатылатын социальный сфера бойынша деген сияқты осындай әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған. Жалпы мен негізі как раз осы диссертация тақырыбым осы бойынша болған болатын, шетелдік тәжірибемен салыстырған болатынмын. Есімде рейтинг бойынша негізі Қазақстанда салық жеңілділігі бойынша негізі Қазақстан
44-ші орында. Әлемдік деңгейде 44-ші орында. Яғни салық жүйесі өте жақсы дегенді білдіреді бұл нәрсе. Енді ауыртпалық ол менің ойымша ауыртпалық деп айта аламын, ол бізде НДС қазіргі таңда. Жалпы жеке тұлғаның өздерінің табысынан, жеке кәсіпкер немесе тұлғалардың өздерінің табысынан төлейтін салықтары ондай бір жоғары емес, жақсы деңгейде, бірақ енді НДС бізде қазіргі таңда проблема болып тұр. Себебі НДС-тің ставкасын көтеретін болса, ол соңғы тұтынушыға келіп түседі ауыртпалық. Яғни жаңағыдай бизнес иесіне емес, соңғы тұтынушыға. Неге? Себебі қараңыз, бізде 2024 жылдан бастап, қазір НДС-тің ставкасы бізде 12%, 2024 жылдан бастап бізде 16%-ке жоғарылайды деп күтіліп жатыр. Егер НДС-тің ставкасын 16%-ке жоғарылатып жіберетін болса, мысалы, сіздің компанияңыз НДС учетта тұрмайды, жоқ, тұрмайды. Егер мысалы сіз НДС-ке учетқа тұратын болсаңыз, сіз әрбір продажаңыздан, мысалы, көрсететін қызметіңізден әрбір продажаңыз, мысалы, сіз 100 мың теңгеге услуга көрсетесіз, сол 100 мың теңгені сіз с НДС көрсететін боласыз. Яғни 100 мың теңгенің ішінде в том числе НДС болады. Әрбір продажаңыздың ішінде 12% НДС болады. Сонымен сол квартал бойы 12% НДС жиналады. Сол жиналған сумманы сіз бюджетке төлейсіз. Былай қарап тұрсақ, сіз ұтылмас үшін ішінде әрбір продажаңыздың ішінде 12% НДС болғандықтан, ертең оны бюджетке төлейтіндіктен сіз үстіне қосасыз бәрібір, чтобы өзіңіз таза пайдаңызды алу үшін. Енді қараңыз, енді ставка бізде 12% емес, 16%-ке көтерілетін болса, сәйкесінше сіз де өзіңіздің товарыңыздың, қызметіңіздің бағасын көтересіз. Осылай соңғы ауыртпалық соңғы тұтынушыға келіп түседі. Мысалы, біз магазиндерді, жаңағыдай торговый центрда продукттың бағасын алайықшы. Продукты. Ол продуктыны сатып отырған кәсіпкер НДС-те учетта тұрған компания болатын болса, 12%-тен 16%-ке егер мемлекет көтеріп жіберетін болса, НДС-тің ставкасын, сәйкесінше продукттың бағасы да көтеріліп кетеді. Қарапайым тұтынушылар. Соңында бізде осы қарапайым тұтынушыға, бүкіл ауыртпалық қарапайым тұтынушыға келіп түседі. Ал ол нәрсеге жалпылама алған кезде біздің экономика негізі дайын емес деп ойлаймын. Ол ауыр деп ойлаймын. Қалалық жерде жақсы табыс бар, бірақ енді ауылдық жерде тұратындар бар, продукттың бағасы көтерілетін болса, кәсіпкерлер, НДС көтерілсе, кәсіпкерлер товарының, қызметінің бағаны точно қосады. Енді оңай емес, олар да табыс табу керек. Жалпы осылай салық ауыртпалық жағынан, енді кішкене осы НДС жағынан ауыртпалық бар, ауыртпалық болуы мүмкін. Бұл енді тек мен ғана емес, басқа да салық эксперттері осы жалпы Инстаграмда, әлеуметтік желілерде осы жайлы өздерінің пікірін айтып жатыр. Осы бойынша хаттамалар жіберіп жатыр деген сияқты. Мүмкін көтерілмейтін де шығар, бірақ көтерілсе, бұл жалпы бізде соңғы тұтынушыға келіп продукттың бағасы көтерілсе, бұл ауыр болады. Киім алсақ та соның бағасына, Бірақ енді жалпылама енді сұрағыңызға жауап берсем, шетелдік тәжірибемен салыстырған кезде, шетелмен салыстырған кезде Қазақстанда ондай бір қатты ауыр деп айта алмаймын бизнеске. Және осы жерде салыстырмалы тұрғыда айта кететін болсақ, мысалы, кәсіпкерлер не үшін салықтан қашады? Мысалы, не үшін? Әрбір адам, мысалы, жалдамалы жұмыс жасап жүрген бір зарплатаға мысалы жұмыс жасап жүрген адамдар өздерінің зарплатасынан 10% ИПН төлейді. Енді вычеттар бар, бірақ 10%. Грубо есептеген кезде 10% салық төлейді. Сонда қарап тұрсақ, 12 айда 120%. Яғни зарплатаға жұмыс істеп жүрген адам бір жылда өзінің табыстан 120% салық төлеп жатыр да. Ал біздегі үлкен миллиондаған обороттары бар кәсіпкерлер жарты жылда бір рет 3% төлеуден қашады, мысалы, қарап тұрсақ. Ол әділетсіздік. Сондықтан барлығын заңды түрде жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Ол жағдай көп кәсіпкерлер, мысалы, салық көп, салық жүйесі бізде дұрыс емес деген сияқты осындай енді айтып жатады ғой. 3 жыл мораторий болғандықтан үйреніп қалды көбісі. Бізде 3 жыл мораторий болған болатын. 2020-2023 жылдар аралығында салық төлеген жоқ жеке кәсіпкерлер. Мал и средний бизнесті бізде салықтан босатқан болатын. Осы упрощенный режимдағы өзіңізде мысалы салық төлемеген шығарсыз 2020-2023 аралығында. Жоқ. Босатылған болатын, себебі соған үйреніп қалды просто көбісі. Енді осы салықтар жаңағыдай қатты контроль алғандықтан қазір көбісі енді осылай налып жазып жатқан кісілер көп, салық көп деген сияқты. Бірақ енді салыстырмалы тұрғыда жан-жақты анализ жасайтын болсақ, негізі бізде салық ауыртпалығы ондай бір жоғары емес. Шетелге қарағанда біздің елімізде, Құдайға шүкір, өте жақсы деңгейде деп айта аламын. Қайта мемлекет неше түрлі салық жүйесін қарастырып, заңдарды қарастырып, заңда осындай неше түрлі жеңілдіктерді қарастырып жатыр. Резира ханым, жалпы қазір таңда мен әлеуметтік желіде де көріп жүрмін. ИП-ны арендаға береміз,
арендаға аламыз деп жатқан жарнамалар өте көп. Бұл қаншалықты тұрғыда заңға қайшы? Енді заңсыз ғой бұның барлығы. Және де Әрине заңсыз. заңсыз екен анықталған жағдайда қандай ескертулер, қандай жаңағы жазалар болуы мүмкін? Иә, негізі бұл да бір өте актуалды тақырыптардың бірі. Көптеген кәсіпкерлер осы қателікті жіберіп, айыппұлдарға ұшырап қалған болатын. Менің де практикамда өте көп болған. Негізі арендаға беру. Иә, негізі өзіңіздің атыңыздағы ИП-ны ешкімге арендаға бермеген дұрыс. Арендаға не үшін алады? Әрине, обналичка жасау үшін алады арендаға. Обналичка жасағаннан кейін жалпы ол обналичка жасап отырған кісі тек қана осы аренданың ақшасын береді, бірақ обналичканың суммасына олар мән бермейді. Яғни жасай береді, оборотқа мән бермейді. Оборот 69 миллионнан асса да олар жасай береді. ИП иесі өзінің мысалы аренда ретінде ақшасын алып отыр, ол кісі ақшасын төлеп отыр, бірақ заңды білмегендіктен осындай бір проблемалар болуы мүмкін. Егер мысалы обналичка жасап, жалпы оборот 69 миллионнан асып кететін болса, НДС-ке учетқа тұру керек болады негізі кәсіпкер. Келесі айдың асқан айдан кейінгі келесі айдың 10 жұмыс күні ішінде НДС-ке учетқа тұру керек болады. Егер уақытылы учетқа тұрмайтын болса, 50 МРП штраф плюс осы асқан обороттан 15% штраф төлейді. Яғни мысалы көп кәсіпкерлер 69 миллионнан қашан асып кеткенін білмейді. Ортада қанша период өтіп кетеді. Ортадағы обороттан 15%, миллиондаған обороттан 15% штраф төлеу деген ол оңай емес. Ол штрафты жаңағы арендаға алған адам төлемейді мысалы. Оны жеке кәсіпкер толығымен өз мойнына алады, толығымен өзі көтереді. Бір кәсіпкерлер болған, оборотты жасады, 69 миллионнан асып кетті, НДС-ке учетқа тұрғысы келмейді. Себебі НДС-ке учетқа тұрса әрі қарай жалпы өзінің әрбір продажасынан енді 12% НДС-пен сату керек болады ғой. Жалпы 12% НДС ол бізде 4 кварталда 48%, бұл бизнеске өте ауыр. Сондықтан НДС-ке көбісі учетқа тұрғысы келмей, жалпы оборотты жасырып, яғни өзінің отчеттарында оборотты аз етіп көрсетіп, ИП-сін жауып тастағандар да болған. Бірақ былай табысты жасыруға да болмайды, оборотты жасыруға болмайды. Бәрібір оны салық органдары анықтап алады, сізде қанша оборот бар екен. Особенно вот обналичка жасаған кісілердің оборотын, енді Каспи Пеймен жасайды ғой көбісі. Каспи Пеймен обналичка жасаған жалпы кісілердің оборотын салық органдары анықтай алады. Қалай анықтайды? Каспи Пей бізде жалпы енді кәсіп түріне байланысты жаңағыдай 15% рассрочка, редке, 15% 22% аралығында өздерінің комиссиясы бар. Әрбір продажадан 15-22% комиссиясын ұстап қалып отырады. Сол әрбір комиссиясына ЕССФ порталында бізде электронный счет фактура жібереді. Әрбір комиссиясына электронный счет фактура жіберіп отырады. ЕССФ порталында налоговыйда жалпы данныйлар бар. Налоговый көре алады ЕССФ порталындағы бүкіл ақпаратты. Олар осы ЕССФ порталында қандай кәсіпкерге Каспи Пей, қандай суммада комиссияның суммасына электронный счет фактура жіберді. Соған обратный расчет жасап, жалпы оборотты анықтай алады. Менің практикамда да болған, солай оборотын жасырған кісілерге сондай салық кабинетіне сондай уведомлениялар келген. Уведомлениеда ТО Каспи Пей бин номері көрсетілген. ТО Каспи Пей сізге осындай суммада электронный счет фактура жіберді. Обратный расчетпен есептеген кезде, яғни мысалы ТО Каспи Пейдің жалпы әрбір QR-дан алатын комиссиясы 0,95%. 0,95% комиссияны обратный расчетпен есептеген кезде сіздің оборотыңыз осындай деп, отклонение осындай суммада деген сияқты осындай уведомлениялар келген. Яғни салық органдары бәрібір анықтайды. Тіпті ИП жабылып қалса да, ол салық органдары ол нәрсені анықтап, бізде срок исковой давности деген нәрсе бар, яғни салық органдары 3 жылдың ішінде тіпті ИП жабылып қалса да бүкіл нарушениені анықтап, жеке тұлға ретінде, яғни ИП жабылып қалғаннан кейін енді жеке тұлғаның счетына арест қою мүмкін, және жеке тұлға ретінде отчет тапсыртқызу мүмкін. Жеке тұлғалардың тапсыратын отчеты ол бізде 240 форма, егер всеобщее декларированиеға кіретін болса 270 формада көрсету керек болады. Енді мына жақта кәсіпкер ретінде мысалы упрощенный режимде 3% салықтан қашып отыр, бірақ алда уақытта бәрібір ИП жабылып қалса да, ол оборотты анықтап, жеке тұлғаға 10% салықты төлеткізеді. Сондықтан салдары осылай, штраф төлейді, жаңағыдай егерде штраф төлемей НДС-ке учетқа тұратын болса, әрі қарай әрбір продажасы 12%-пен сатылатын болса, ол бизнеске өте ауыр. Сондықтан жалпы осындай менің кеңесім әрине
бұл өте негізі дұрыс емес. Ары қарай мысалы кеше ғана менің практикамда осындай жағдай болды. Маған бір кісі жазған болатын. Яғни ипін арендаға алуға келіскен бір кісімен. Бір кісі ипін арендаға беруге келіскен. 250 мыңға келіскен екен. Ай сайын 250 мың теңге төлеп отырамын ипіңді арендаға алғаным үшін деп. Сөйтіп ол кісі келіскен. Сонымен жаңағыдай тіпті аренданың ақшасын да бермеген жаңа кісі. Обналичка жасаған. Сонымен яғни мошенник қой, бір сөзбен айтқан кезде. Иә, тіпті аренданың ақшасын бермеген, жаңағы оборот қаншама миллиондаған оборотты жасаған. Ол миллиондаған обороттан салықты төлейтін осы кәсіпкердің өзі жауап береді. Кімнің атында заңды түрде? Заңды түрде кімнің атында тұр, сол жауап береді. Мысалы бүкіл ауыртпалық осы ИП иесінің өзіне келіп түседі. Сондықтан өзіңіздің атындағы ИП-ны негізі ешкімге бермеген дұрыс. Естеріңізде болсын. Иә. Өте құнды ақпараттар айтып жатырсыз, Жазира ханым. Жалпы қазіргі таңда кез келген адам өзінің жаңағы экспертлігін онлайн түрде жүргізе алады. Фрилансер бола алады. Сізде мысалға өзіңіздің негізгі жұмыстарыңызбен қатар бірнеше консультациялар өткізесіз, жаңа оқулар өткізесіз, әртүрлі адамдарға кеңестер бересіз. Жалпы осы бухгалтерия мамандығында онлайн жұмыс істеп жақсы табыс табуға бола ма? Жалпы біздің көрермендеріміздің арасында осы болашақта бухгалтер мамандығын таңдағысы келетіндер бар шығар. Осы мамандықты меңгергісі келетіндер бар шығар. Соларға қандай кеңес айтасыз өзіңіз? Иә, әрине, қазір актуалды сфера болып тұр ғой негізі бухгалтерия саласы. Особенно үйде отырған аналар, көбінесе осы әйелдер қауымы осы бухгалтерия сферасы өте онлайн табыстауға өте үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Қазір расымен, бір высшее образование болмаса да онлайн курстарды оқып, жақсы бір бухгалтерия бойынша, негізі бухгалтерия өте үлкен. Оның бір ғана бөлігін үйрену арқылы, сол бөлігі арқылы қызмет көрсету арқылы да негізі табысқа шығуға болады. Мысалы, менің таныстарым бар, бухгалтерия енді өте үлкен. Сол бухгалтерияны тек қана декрет қызметтері бойынша жұмыстарды жақсы білет, сол қызметтерді ұсынады, декретке сопровождение жасайды, тек декретті қызметтермен айналысу арқылы табыс тауып жатқандар бар. Немесе келесі бір бөлігі, мысалы, тек пенсия есептеу арқылы, яғни пенсияға үлкен суммамен шығу үшін сопровождение жасайтын кісілер бар, тек сол қызметпен айналысатын кісілер бар. Келесі бір кісілер бар, тек туыны жабумен айналысады, мен өзім танысым бар, тек туыны жабумен айналысады, в основном әрбір туыны жапқаннан ол кісі 100 мың теңге алады. Мысалы, айына бір 5 туыны ғана жабатын болса, мысалы, ойлап қарасаңыз, 5 туыны жабатын болса 500 мың теңге, 10 туыны жабатын болса 1 миллион теңге, тек туы жабу қызметімен айналысу арқылы табыс тауып жатқандар бар. Немесе тек документация жағын жасайтындар бар. Былай қарап тұрсақ, бухгалтерияның неғұрлым көп бөлігін білесіз, неғұрлым біліміңіз көп болады, соғұрлым сіздің ұсынатын қызметтеріңіз көп болады, сәйкесінше клиенттер, сәйкесінше табыста негізі жоғары болады. Бірақ енді көбінесе жарайды, барлығын үйренуге болады, меңгеруге болады, арнайы мамандардан курс оқып, соңында жаңағыдай клиент табу мәселесі бар бізде. Клиентті табу қиын деп. Бірақ менің ойымша қазіргі таңда, осы жарнама қызметі дамыған заманда қайта онлайн өзіңіздің қызметтерге жарнама беру арқылы клиент табу негізі қазір қатты мәселе емес. Себебі ең бастысы өзіңіздің біліміңізге сенімді болсаңыз, барлық жұмысты жақсы жасайтын болсаңыз, өзіңізге сенімді бухгалтер болсаңыз, және жарнама беру жағы да негізі дұрыс болуы керек. Мысалы, қазір в основном Инстаграмда жарнама береді өзінің қызметтеріне. Видео форматта болған дұрыс, мысалы, жарнаманы кәсіпкерге, мысалы, арнайы бір проблеманы айтып, сізде осындай проблема бар ма? Мысалы, сізде степень риска жоғарылап кетті, тексеріске түсіп қаламын деп қорқасыз ба? Мен сіздің жаңағыдай степень рискіңізді төмендете аламын. Алғашқы консультация бесплатно деген сияқты осындай бір видео форматта жақсы бір креативті рекламалар жіберетін болса, клиент табу мәселе емес негізі. Сонымен қатар тек Инстаграмда ғана емес, жалпы бізде қазіргі таңда Каспиде де реклама жіберуге болады. Өзімнің таныстарым бар, осы Каспи арқылы реклама жіберіп, клиенттер тауып жатқан. Одан бөлек, мысалы, Телеграмда осы бухгалтерлардың чаттары болады, бизнесмендердің сол чаттарда өзіңіздің рекламаңызды жіберу арқылы. Жалпы негізі қазір реклама қызметі өте жақсы дамыған. Реклама беру арқылы клиент табу негізі мәселе емес. Өзім 2019 жылдары осы
қазір ол кезде қатты инстаграмда ондай таргет деген жақсы дамымаған, бірақ активный емес еді. активный емес еді. 2019-2020 жылдары мен компанияда жұмыс жасап жүрген кезде менің өзіме қызық болды. Мен жалпы онлайн осы барлығын білемін, онлайн осы клиент табу қалай болады екен деп, осы OLX-қа мен өзімнің қызметтеріме жарнама жіберетінмін. Сол кезде как раз СНТ деген документ бізде бухгалтерияда енді енгізілген документ, проблема болатын. Сол нелерге жұмыстар бойынша мен жарнама жіберген болатынмын. Сосын ТО-ны жабу бойынша, ИП-ны жабу бойынша жарнамаларды жіберетін болатынмын. И одан бөлек мен сол кездері дипломдық жұмыстарды жазып жүргенмін. Сол қызметтерге де мысалы қолымнан қандай қызмет келеді, барлығына мен осы OLX-та жарнама беріп, одан кейін Инстаграм, 2020 жылы Инстаграмды да карантин кезінде как раз Инстаграмда өзі актуалды болды. Бұл таргет деген нәрсе. Инстаграмда да өзімнің рекламаларымды жіберіп, мен жалпы осы рекламадан қаншама клиентке мен қызмет көрсеткенмін сол кезде. Қаншама адамға көмектесе алдыңыз? Иә, көмектесе алдым. Қазіргі таңда мысалы Инстаграмда өзімнің жеке аккаунтым бар, жаңағыдай профессионалды тұрғыда жүргіземін, ақпараттар айтамын. Тіпті мен қазір менде осындай услуга бар деп айтпағанның өзінде мен ақпарат бергенім көбісіне ұнайды. Жалпы менің услугамды алатын кісілер өте көп. Сондықтан егер өзіңіздің ең бастысы біліміңізге сенімді болсаңыз, қызметті сапалы жасайтын болсаңыз, клиент табу негізі мәселе емес. Ең бастысы білімді көтеру керек, сенімділікті көтеру керек. Иә, білім деп айтып қалдыңыз. Енді осы жолда академиялық білімнің маңызы қаншалықты? Немесе жаңағыдай онлайн оқып алып, курстар оқып алып, қызмет көрсете беруге бола ма? Бірақ екеуінің қандай да бір айырмашылықтары болатын шығар, иә? Сол жайында айтып кетсеңіз. Сонда сіздің айтпақ ойыңыз жаңағы высшее образование болмай-ақ жұмыс істеуге болады ма, иә? Иә, бола ма? Немесе жаңағы жоғарғы білімнің, академиялық білімнің болуы қаншалықты әсер етеді адамға? Өте жақсы сұрақ. Осы сұрақты маған көбісі қояды. Менде жаңағыдай бухгалтерлік білімім жоқ, высшее образование менде бұл салада жоқ, бірақ мен жұмыс істеп кете аламын ба, компаниялар мен жұмысқа алады ма деген сұрақты өте көп қояды. Негізі, егер бұл жерде нақты мақсатты анықтап алу керек деп ойлаймын. Егер осы жалпы бухгалтердің мақсаты ең бастысы осы өзінің қызметін көрсетіп, күнделікті табысын тапсам болды, онлайн қызметті көрсетіп, күнделікті табысын тапсам болды десе, ол кісіге мысалы ондай высшее образование керек емес. Негізі себебі қазір жеке кәсіпкерлер, ол кісіде қандай высшее образование бар, диплом бар ма, оған мән бермейді. Ең бастысы жұмысын жасап берсеңіз, ең бастысы ИП-сының, ТО-сының отчеттарын тапсырып берсе, өзінің жұмысын жасап берсе болды. Олар ол нәрсеге мән бермейді. Яғни частный бизнеске, осы малый средний бизнесқа қызмет көрсететін болсаңыз, ол диплом қатты маңызды емес. Ең бастысы сіз курстар оқысаңыз да, жұмысыңызды жақсы жасай алатын болсаңыз, профессионал болсаңыз, высшее образование керек емес. Ал бірақ сіздің мақсатыңыз жаңағыдай үлкен бір Қазақстандағы танымал үлкен компанияларға кіру болатын болса, немесе жаңағыдай өзіңіздің алдағы уақытта енді жұмыс жасап, кез келген бухгалтердің мақсаты ол өзінің аутсорсингтік компаниясын ашу, өзінің консалтинговый компаниясын ашу. Алдағы уақытта өзіңіздің компанияны ашу мақсатта болатын болса, үлкен компанияларға кіру мақсатта болатын болса, ол кезде енді высшее образование керек. Неге? Себебі бізде қазір заңға сүйенетін болсақ, кімде аутсорсинговый компания бар, сол кісілерде профессиональный бухгалтер РК деген, Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері деген сертификат болуы керек. Ол өте маңызды. Егер ол сертификат болмаса, штраф салынады. Немесе бір үлкен компанияда сіз главный бухгалтер болатын болсаңыз, профессиональный бухгалтер РК деген сертификат керек болады. Ол сертификат болмаса, штраф салынады. Ал ол сертификатты алу үшін осы салада, яғни бухгалтерия сферасында высшее образование болу керек, диплом болу керек, 3 жылдық опыт болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, енді бұл жерде высшее образование, сіз айтып жатқан академиялық білім, ол мақсатқа байланысты. Егер де карьерный рост керек болатын болса, жаңағыдай үлкен сертификаттарды алу керек болатын болса, немесе аутсорсинговый компания ашатын болсаңыз, ол кезде высшее образование болған дұрыс, оқып алған дұрыс. Ал егер мақсат тек қана осы онлайн қызметтерді көрсету, кәсіпкерлерге өз жалпы қолынан келетін жалпы бухгалтерлік қызметтерді көрсетіп, табыс тапсам болды деген мақсат болатын болса, онда высшее образование керек емес, жұмыс жасау беруге болады. Осы сфераны оқып жатқан, біліп жатқан, білім алып жатқан студенттерге айтар кеңесіңіз қандай? Жалпы қалай сатылап жақсы деңгейге жетуге болады осы сферада? Сол жайында айтып кетсеңіз. Негізі менің кеңесім, енді осы сферада
бітіргеннен кейін, яғни мамандықты бітіргеннен кейін негізі оқу бітірмей жатып жұмысты іздей бастаған дұрыс. Қазір енді мүмкіндік көп қой студенттерге. Мысалы жаңағыдай енді көп студенттер мен қазір жұмыс жасай алмаймын, мен сабақтамын, мен графигім келмейді деген сияқты айтуы мүмкін. Бірақ енді қазір офлайн емес онлайн жұмыстарды да іздестіруге болады. Осындай инстаграмда осындай білікті бухгалтерлар бар, оларға мысалы көмекші қажет, соларға көмектесу арқылы, онлайн жұмыс жасау арқылы осылай қадамды бастау керек негізі. Оқудың аяқталғанын күтіп жүрмеу керек. Студенттерге кеңесім қазірден бірінші курс болсын, екінші курс болсын, осы учет аудит, яғни есеп және аудит мамандығында оқып жатқан студенттер қазірден бастау керек жұмысты. Себебі қазір бухгалтерия сферасы өте актуалды, алдағы уақытта бұл қызметтерге сұраныс жоғары болады. Және енді мүмкіндік болса офлайн жұмыс жасап көрген дұрыс. Оқуды бітіргеннен кейін енді үлкен аутсорсингтік немесе консалтингтік компанияға жұмысқа тұрып, неге мен аутсорсингті ұсынамын? Себебі мен өзім жұмысты аутсорсингтік компаниядан бастаған болатынмын. Аутсорсинг деп отырғаным бұл жерде бір адамда, бір бухгалтерде бірнеше компания болды. Мысалы, жеке өзімде мен бастапқыда бірінші стажировкадан өттім 2 ай бойы. Одан кейін жалпы жақсы жұмыс жасағандықтан маған 15 компания, 20 компания, ары қарай осылай 50 компанияға дейін 50 компанияның бухгалтериясын жүргіздім. 50 түрлі сферада, мысалы, былайша айтқан кезде. И қарап тұрсақ, студенттерге кеңесім де осы. Аутсорсингтік немесе консалтингтік компанияға жұмысқа тұрып, жұмысты бастау керек деп ойлаймын. Себебі әртүрлі сфераның бухгалтериясын көреді, әрі қарай шешімді қабылдайды. Қай сферада жалпы жұмыс жасауға болады. Мысалы, мен аутсорсингте жұмыс істеп түсінгенім, в основном услугамен айналысатын ИПТО-лармен жұмыс жасаған дұрыс екен. Себебі менде товар, жаңағыдай канцелярский товары сататын менде жаңағыдай организациялар болды. Россиядан товар алдыртатын, олардың СНТ жасайтынбыз. Әрбір мыңдаған позиция болады. Өте көп проблема болатын. Товарный бизнес негізі бухгалтерияда негізі қиындау. Мысалы, солай анықтап алады. Біреулерге мысалы ол ұнауы мүмкін. Сол үшін бухгалтерия енді үлкен. Қай сфераның бухгалтериясына кетемін, жалпы болашақта немен айналысамын, соны нақтылап алу үшін, плюс өте үлкен опыт жинау үшін, тәжірибе жинау үшін, сенімділік жинау үшін аутсорсингтік компанияға жұмысқа тұруға мен студенттерге кеңес беремін. Ол жерде тек қана бухгалтерияны үйреніп қана қоймай, сонымен қатар жаңағыдай клиенттермен сөйлесу, сол жағында жақсылап меңгере алады. Себебі мен аутсорсингте жұмыс жасаған кезде мен өзім консультация жүргізетінмін клиенттерге. Консультациялық қызметтермен де айналыстым. Осылай мен өзіме үлкен бір сенімділікті жинадым десем болады. Яғни мен осылай кеңес беремін. Офлайн жұмыс жасап көру керек. Одан кейін 3 жыл өткеннен кейін міндетті түрде карьерный ростқа енді бойынша қалай болады? Міндетті түрде 3 жыл өткеннен кейін профессиональный бухгалтер РК немесе налоговый консультант деген осындай сертификаттарға тапсыру керек. Ол сертификаттарға тапсыру үшін енді 3 жыл опыт болу керек, высшее образование болу керек. Ол сертификаттар бізге қандай мүмкіндік береді? Алдағы уақытта өзіміздің бизнесімізді ашатын болсақ та, үлкен бір компанияларға жұмысқа кіретін болсақ та, главный бухгалтер болатын болсақ та, бізге осы сертификат қажет болады. Сондықтан студенттерге кеңесім офлайн жұмыс жасау керек. 3 жыл опыт жинағаннан кейін осы сертификаттарды алу керек. Әрі қарай уже әрбір студент өзі біледі әрі қарай. Қайсы жағына жақын? Қайсы жағына кетуге болады. Мүмкін инстаграммен осылай обучение қызметтермен айналысатын шығар, наставничество деген сияқты. Или может аутсорсинговый компанияны ашатын шығар. Или может бір үлкен бір компанияға главный бухгалтер болып кіретін шығар. Ең бастысы осы 3 жыл тоқтамай жұмыс жасағаннан кейін әрі қарай қандай жолға кетеді, өзі белгілі болады. Мен студенттерге кеңесім осы. Қазірден оқуды тамамдауды күтпей, жұмысты бастау керек қазірден. Біздің білуімізше, сіз бірнеше компанияларға қызмет көрсетесіз, аутсорсингтік консультация жүргізесіз. Оның үстіне сіз жаңағы палатаның мүшесі болғаннан кейін, сіз универлерде, колледждерде лекция оқисыз, жалпы. Және де Инстаграм желісінде өзіңіздің жаңағы оқуыңызды жүргізесіз, адамдарға кеңестер бересіз. Жалпы осының барлығына сіз қалай үлгересіз, бірге алып жүресіз барлығын, жалпы өміріңізбен байланыстырып? Бұл да өте көп қойылатын сұрақтардың бірі. Инстаграмда жалпы өзімнің таныс бухгалтерларым осы сұрақты өте көп қояды. Негізі барлығына үлгеріп жүрмін деп айта алмаймын. Енді адам болғаннан кейін бәріміз үлгермей қалатын моменттер болады. Барлығына үлгеріп жүрмін деп айта алмаймын. Бірақ менің жалпы осы жұмыс барысында түсінгенім, қай жерде жауапкершілік бар, сол жерде адам қайтсе де үлгеруге тырысады екен. Қалай да болмасын үлгереді екен, егер жауапкершілік жоғары болатын болса. Мысалы, мен бір күнде бірнеше
жұмыстарды алып тастаймын. Мгм. Отчет аламын, консультация аламын, обучение деген сияқты бірнеше жұмыстарды алып тастаймын. Әр жұмыстың артында маған сеніп отырған менің клиентім бар. Мен Мгм. оларға үлкен сенімділікпен келіп отыр. Мен оларға уәде бердім. Арнайы дедлайн уақытын бекіттім. Мысалы, сізге бүгін 16:30-да консультация жүргіземін. 16:30 пен 17:30 аралығында мен сізге консультация жүргіземін. Немесе бір клиентке мысалы, бүгін сағат 12-ге дейін мен сіздің осы отчетыңызды тапсырып беремін деген сияқты. Әр жұмыстың артында жауапкершілік тұр және дедлайн тұр. Мгм. Сондықтан жауапкершілік бар жерде, дедлайн бар жерде, негізі үлгеру керек, жұмысқа адам үлгереді. Мгм. Егер үлгеру қажет болса. Үлгерудің сыры осы, жоғары жауапкершілік болса және нақты бекітілген, сағатпен бекітілген план болатын болса, дедлайн болатын болса, адам қайтсе де үлгереді. Осы менде де осындай бір қызық жағдай болған болатын. Диссертация магистратурада оқыған кезде диссертацияны жазуға менде уақыт болмады. Енді жұмыстарым өте көп. Мен жүрдім, уақытым болмады. Сонымен бір 3 күн қалғанда жаздым осы диссертацияны. 80 беттік диссертацияны мен Қалай жаздым. үлгердіңіз? Қалай үлгердім? Осы жерде былай қарап тұрсақ, менде жауапкершілік, енді уақыт аз қалды, дедлайн бекітілді, осы күні уже өткізу керек. Мгм. Уақыт аз қалды. Уақыт аз қалған кезде адамда бірден жауапкершілік жоғарылап кетеді. Энергия көбейіп кетеді. Энергия көбейіп кетеді, уже бірден жауапкершілік жоғарылап кетеді екен. И осы мысалдан да түсінуге болады, жауапкершілік жоғары болса, нақты бір дедлайн болса, онда адам қайтсе де үлгереді. Сондықтан егер расымен үлгергіңіз келетін нәрсе болатын болса, енді ол қалау болатын болса үлгермеуі мүмкін. Мен просто осы нәрсені қалаймын дейтін болсаңыз, Мгм. үлгермеуіңіз мүмкін. Ал егер осы нәрсені жасау қажет деп дедлайнды қоятын болсаңыз, онда үлгеруге болады. Мен көбінесе өзімді осылай нақты бір дедлайнмен жұмыс жасатқызамын. Мен осыны жасау керек еді деп ойланып жүрмеймін. Нақты бір өзіме дедлайн қоямын. Осы уақытта мен осы жұмысты жасауым керек. Егер осы жолы жасамасам, ол точно 2-3 айға точно қалып кетеді деп. Мен осылай өзіме дедлайн қоямын, план қоямын. Сол ровно уақытымен бітіремін. Бірақ бұл енді именно өзіміздің жұмысқа келетін болсақ, мысалы 1 сағатта бітіремін деген жұмысты, мен мысалы осыдан 2 жыл алдыңғы бухгалтер ретінде айтайын, мен ол 1 сағатта точно бітіре алмайтын едім. Қазір бітіре аламын. Бұл енді навыкқа да байланысты, білімге де байланысты. Бастапқыда үлгермеуіңіз мүмкін, ондай болады, бірақ уже бір 2 жыл, 3 жыл енді аянбай еңбек еткендіктен, осындай күнделікті планмен жұмыс жасағандықтан, ол енді дальше привычкаға айналады. Солай барлығына үлгеруге болады негізі. Сіздің әңгімелеріңізді тыңдап отырып, бағанадан бері өзіме бір жақсы инсайттар алып отырмын. Жалпы есеп-қисаптың адамы бұл бухгалтер деген, нақты дедлайнмен жүру керек. Ол жерде цифрадан қателесуге болмайды деген сияқты. Сіз енді қалаймын, істегім келеді деп жүрмей-ақ, уже нақты әрекет ету керек дегенді түсініп отырмын. Жалпы енді өзіңіз кәсіби маман ретінде алға қойған мақсаттарыңыз қандай, жоспарларыңыз қандай, сонымен бөлісе кетсеңіз. Кәсіби маман ретінде кез келген осы бухгалтерия сферасындағы адамдардың, жалпы бухгалтерлардың мақсаты, менің ойымша, енді әрине Қазақстанда үлкен нарыққа, үлкен компания ретінде шығу. Мен де осылай өзімнің жалпы үлкен нарыққа шығарғым келеді, өзімнің компаниямды. Осы бухгалтерлік қызметтер, обучение бойынша үлкен нарыққа шыққым келеді. Одан бөлек тек қана қазақстандық тәжірибені ғана емес, шетелдік тәжірибені де көріп, шетелдік нарыққа шығып, шетелдік компанияларға да осындай бухгалтерлік қызмет көрсете алатындай, сондай бір дәрежеге жеткім келеді, сондай бір үлкен компания құрғым келеді. Алла қаласа болып та қалар алдағы 5-6 жылда. Және тағы да бір менің мақсатым, негізі бухгалтерия сферасында ақпараттардың көбісі орыс тілінде, ақпараттық порталдардың көбісі орыс тілінде. Қазақ тіліндегі ақпараттық порталдар жоқ. Осы қазақ тіліндегі медиа контентті қолға алып, мықты бір ақпараттық порталдарды қалыптастырғым келеді. Арнайы жаңағыдай приложениялар деген сияқты. Осы қазақ тіліндегі білімді дамытқым келеді, осы бухгалтерия сферасы бойынша. Себебі көптеген бухгалтерлерге, кәсіпкерлерге мысалы қазақ тілінде консультация беретін, қазақ тілінде білім беретін жалпы мамандар аз қазіргі таңда. Осы нәрсені жақсылап қолға алғым келеді.
Мгм. Жазира ханым, сіз бүгін өте құнды ақпараттармен бөлістіңіз. Жалпы сіздің жаңа айтып жатырсыз ғой, қазақ тілі ол кәсіптің тілі болу керек, бизнестің тілі болу керек, өте жақсы ақпараттардың тілі болу керек. Неге біз осындай елімізде отыра, неге біз барлық ақпаратты қазақ тілінде дамытпасқа? Мгм. Сіз сол үлкен арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет сізге. Келіп осындай көрермендерге құнды ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Осы эфирді көрген әрбір кәсіпкер, жас кәсіпкер өзіне бір құнды ақпарат алады деген ойдамын. Көп рахмет, сау болыңыз. Сіздерге де рахмет Мгм. осындай пайдалы подкаст ұйымдастырғандарыңызға. Қоғамға пайдалы подкасттардың бірі деп ойлаймын. Мгм. Алдағы уақытта осындай үлкен медиа каналға айналып, Қазақстандағы мықты бір Рахмет. осындай бір кәсіпкерлеріңіз, кәсіптеріңіз өрге жүзсін. Мгм. Рахмет Сау көп. болыңыз.